Бәріне сәлем достар, сендермен бірге Темірлан. Қазір мен алыс жолға шығайын деп жатырмын. Примерно 400 километр туда-обратно болса нормально. Содан кішкене влог істейін дегем. Короче, жарты влог камераға түсіріледі, жарты влог соткаға түсіріледі. Камераға анда әдемі пейзаждарды көрсету үшін түсіремін. Телефонға жай екішін аннан-мұннан. Сол, достар, жарткасы уже трассада көреміз. Sağındım, bağrımda sağındım. Yerimden doğan yerimden toprağın sağındım. Akışımda sağındım, anlaşımda sağındım. Aynalayın degen sözün, Allah'ım sağındım. Алло, мама, қалыңыз қалай? Сіздің көшіңіз, басқалар қарайым. Қазір жолда тұрмын, сол баяғыдай. Я шын айтамын, жол тарттым сізге қарай. Әрине әзірлеңіз, шайыңызды сағындым. Ауасын ауылдың, иісін бауырдың. Сағындым, шыны керек сағындым, иісін бауырдың. Әкеме айтшы, мама дайындасын жылқыларын. Шауып қайтайықшы асып дала қырларын. Далада отырып айтатын көп сырларым. Себепшісі сіздер бүгін ерте тұрғаным. Тартылып жүреккен турникке әкем салдырған. Фотодан көрдім ұзарып тәнім балдырған. Шылдыр шүмек тентегінім, күтіп тұрсыншы алдымнан мені бүгін. Ауылымды сағындым, бауырымды сағындым. Елімнің туған жерімнің топырағын сағындым. Әкешімді сағындым, анашымды сағындым. Айналайын деген сөзім, Allah'ım sağındım. Уақыт өткенін сезем, бірақ миыма кірмепті. Қалай Ильяс қарт азалайтын жасқа жетті. Қалайша Диас асау тайларды үйретіп жүр. Тіпті жіңішке дауысы жуандап кетіпті. Мама, үйге кірейік жүр, сырт аяс. Жай әзірлеші мам, сосын да кір жаясың. Әке балтағайда шай дайын болғанша ағаш жарып ломмен мұз ояйын. Есік алды мұздаясың. Қораға киетін киімі мініме шақ болыпты. Мартының бұзауларымен аула толыпты. Айтпақшы әке жолшыба Ербол аға жолықты. Мақтады мені кеше теледидардан көріпті. Мама тамағың сол баяғы тәтті. Шыны керек шашадым, қанша күттім осы сәтті. Бесеуміз отырып жоспар құрайық оңашады. Ендігі келім мен келемін болашақта. Елімнің туған жерім, топырағын сағындым. Ауылымды сағындым, бауырымды сағындым. Елімнің туған жерімнің топырағын сағындым. Әкешімді сағындым, анашымды сағындым. Айналайын деген сөзім, Allah'ım sağındım. Даже нелегально руда легалда. Мен егін лақ туралы прикол ұстағанда ол прикол емес. Егін лақ реально ана егін лақ реально натоннан асқанда ойнай айтам. Мықты. Қане?
Короче, тез Егінбұлаққа келген. Өз қолыма келген машинаны түсіріп жүрейін дедім. Мынау әйгілі 324 кузовтағы Мерседес. Объем 2-ден үлкен. 150-ден астам аттың күші бар. Таптамашы машина. Менің қаным ашты. Ана не атқа қош. Егінбұлақтың центральная улицасы. Біздің Майқұдықтың улицасынан жарық. Бірақ мына жақта жарық емес. Тамағымызды алып барамыз дедіңіз, столов істемейді ғой. Тамағымызды алып барып, соған бауырсақ пісіріп отырмыз. Кім? Жаңалықта. Мені? Иә. Иә. Ау, жүр. Мирас кімде? Жүр бұл жақта. Қалай? Мұрыққа де. Мұрыққа. Қой, ойна. Апа келді ма, әже келді ма? Жоқ, олар келуші. Достар, қазір тағы да жер шығар, бірақ мен Егінбұлақтың ар жағындағы Бастал деген нағашы жағынан маман туып өскен жерінде отырмын. Қазір сендерге просто тауларды, соларды көрсін деген ғой. Нетті. Көру керек міне. Қараңдар. Қараңдар, ауыл үлкен емес. По периметру. Ана жақтарда. Сол жақтар қатты алыс емес, ар жағында. Сол анау өскен Егінбұлақтың тауларының нелері бар. Арты көп үйлер. Бір көзден қарағанда биік сияқты емес. Бірақ достаточно биік таулар. Мына жақтарда тау, жан-жағы тау қоршаған. Мынау үй. Мынау гараждар. Кстати, мына үй. Толықтай мынандай тастардан қаланған, ойлаңдаршы. Мынандай тастардан қаланып. Чисто далада тұрған тастармен мына жерде. Қоралары да солармен қоршалған, үйлері де солармен көтерілген. Міне астың қараны. Чисто андай тас қой. Таудан алынған, жерден алынған. Мына ауылдың умывальнигі. Сол қазір. Азамат жақтық, қазір азамат жартасы бар ғой, мына жердегі. Соған анау кірендегі, әужен жолдан ал қысақ бар. Жоғарғы Астанадан кеп салғандар. 4 таз бар. Қара сиыр, жылқы бар. Қыштан алып жүріп Видеокамера, сразу қоршап тастаған. Бажаны безопас, енді қоршаймыз деп өз өкітіп жұмыс істеп отыр. Мына кірпіш содан осы ғана қой қалған мынау. не бір үйді түсіресің. Жағаңдап үйдер. Мына жерде бұрында қыстақ болған. Осымен шығасың осы мақырында. Кен дауды, бірақ Ана әр не мына жерде бір ауылдан. Әлі жерден бұлан бұрылмай жаңа. Бұлай бір қиғаш бұрыл. Ауылда
басқа экскурсия жоқ екен. Но самый жос дейді. Ары білмеймін енді. Осындай ауылда қаладан келген баланы айтатыны, сиырлар тістемей ма дей ма? Так, ни хрена не видно. Аппетик. Кан? Кім деді? 24 мамыр Қалдыгүл. Ол кім? Жаңағы кішкентай бұзау ең кішкентай. 17 наурызда алатай ең үлкені. Сендер ше нелерін жазасыңдар ма не бұзаулардың? Мықтысыңдар е? 9-шы Беко дейді. 11-ші Қарақат дейді. Базар. Бие ғой ол. Мықты. Мой респект вам. Мынау Құран аузы. Ауылда тұратын балалар көрсе айтады ғой. Мынау не істеп жүр, бас істеймін, ауылды көрмеген ба деп. Мен ауылда өскем. Только нәрсе ауылда өспеген балалар бар. Ана жерде жылқылар жүр. Бірақ біздің жылқылар емес, короче. Естінің бі? Жоқ. Не істеу керек еді? Тұрғанда. Қазір ақтап бір айтып қояйын. Мына жерде қой кезегіне қойлар жүр. Қойлар қазір. Ана жақтан үйдің қойы, мына жердің үйі. Әр үйдің қойлары ортасына келіп жиналады да. Сол адам келіп алып кетеді ғой. Либо ана таулар жаққа, жазғы жаққа, либо мына жаққа апармайды ғой, только мына жаққа қоямын. Сосын ана қойлар өтіп жүреді, мына жақтан, мына жаққа. Сосын сиырлардың жері сағат, сиырлар кетеді. Кешке қарай уже тойғандарын білген соң өздері келеді. Ауыл үлкен емес, қазір машинаның кілтін алсам, машинамен жүріп көрсетем. Ауылдың бұлағы тап-таза қайнар су дейді. Мөлдір ғой, мөлдір. Дәмі деген. Мына таулар камера дұрыс передавай еткен. Сонысы жаңа екен. Бір китайский когда до хрена мотоциклет. Так, достар, бүгін таңғы 6 сағат. Керемет тағандар.
сіздің ракөшіңіз басқалар қарайым. Қазір жолда тұрмын, сол баяғыдай. Я шын айтамын, жол тарттым сізге қарай. Әрине әзірлеңіз шайыңызды, сағындым ауасын ауылдың, иісін бауырдың. Сағындым, шыны керек сағындым, иісін бауырдың. Әкеме айтшы, мама дайындасын жылқыларын, шауып қайтайықшы асып дала қырларын. Далада отырып айтатын көп сырларым, себепшісі сіздер бүгін ерте тұрғаным. Тартылып жүр екен турникке әкем салдырған, фотодан көрдім ұзарыпты інім балдырған. Шылдыр шүмек тентегінім, күтіп тұрсыншы алдымнан мені бүгін. Ауылымды сағын